Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қиық конус және оның элементтері. Қиық конустың жазбасы бүйір және тоқ бетінің аудандары. Біз бүгін конустың ерекше түрін қарастырамыз, яғни ол қиық конус. Бұл фигураны күнделікті өмірде жиі көреміз. Шелек, стакан, гүл құмыраларында. Сонымен қиық конус дегеніміз не екен? Қиық конус табаны мен осы табанға параллель жазықтықпен қиылып шектелген бөлігі дейді. Яғни конустың табаны дейді. Өйткені табанды көріп тұрмыз ғой, иә? Осы табанға параллель дейді. Мына жер параллель мынаған. Яғни соны қиып шектелген бөлігі дейді. Демек, жалпы тілде айтқанда, біз мына бөлікті қиып тастаймыз, яғни жоққа шығарамыз. Сол кезде тек мына бөлігі қалады. Осы бөлікті біз қиық конус дейміз. Енді қиық конусты былайынан көрсек, яғни мына бөлікті біз қидық, сөйтіп оны алдық, мынаған қарасақ, біз конустың өзін көреміз, иә? Бөлінген бөлігі. Ал үлкейткен кезде бізде мынандай дене шығады. Бұл бізде қиық конус болады. Қиық конустың сызбасына қарасақ, мынау бірінші табаны, мынау екінші табаны, яғни мына бөлікті біз жаңа кесіп тастадық. Мына жерді жоққа шығарамыз. Биіктігі, жалпы конустың биіктігін көріп тұрмыз ғой, мінекей осы биіктік және мына биіктік. Бұл штрихталған. Бұл төбесінің биіктігі, ал бізге мына жердің биіктігін табу керек. Бұны біз үлкен H деп аламыз. Неге үлкен H? Ал бізде жазбасы, яғни L керек. Бізде конустың үлкен L бар, ал қиық конустың бізде L, мінекей мына L болады. D және V аралығы, осы аралық, S, мына бетін біз A деп алайық. S аралығы, A мен P, мына төбеден биіктіктен түсірілген жері. P мен O штрих. Біздің осы жеріміз қиық конус болады. Енді осы қиық конустың элементтерін қарастырайықшы. Үлкен табан радиусы R-ға дейді. Мына жер R, ал кіші табан радиусы R дейді. Кіші R, мына жерде айтып тұр. Биіктігі H-қа, неге H, кіші H-ты белгілейік. Ал бізде үлкен H дегеніміз мына жердегімен қосып алып тұр, иә? Ал жасаушысы L. Мына жер L болса, мына жағы да L болады, неге? Мына жері L. Қиық конустың элементтері. Ал жоғарғы және төменгі табан деген нәрселері бар. Жоғарғы табаны дегеніміз кіші табан радиусын көріп тұрмыз ғой, иә? Осы жері жоғарғы табан. Ал үлкен табаны дегеніміз төменгі табанды айтып тұр. Енді қарап тұрсақ, қиып алған кезде біздің мынау қиық конусымыз неге ұқсап тұр? Әрине ол трапецияға, иә? Неге мына бөлігі биіктігінің мына сызығымен, мынау R радиусымен H биіктігін алайық, және кіші радиусын алайық. Осы аралық бізде трапецияға ұқсайды. Дәл солай, мына бетінде тура осылай жүргізіп өтейік. Осы кезде біздің фигурамыз трапеция болады екен. Енді қиық конустың айналдырып көрейік, иә? Айналдырған кезінде мына трапецияны біз бір шетінен ұстап айналдырғанымызда бізде қиық конус пайда болады, және екі табаны пайда болады екен. Дәл осылай, осы қиық конустың тағы жазбасын қарайық. Қиық конустың O және O1 аралығын көріп тұрмыз ғой, иә? Бұл бізде H-ты беріп тұр. Яғни биіктігін O1 және V. Бұл бізде R, яғни кіші R-ді білдіріп тұр. O және A өзі үлкен R, ал біздің V және A ол бізде жасаушысы, яғни L. Демек, O1 O, H биіктігі, O және A үлкен R табаны, O1 және V кіші табаны, ал V, A ол бізде жасаушысы. Енді қиық конустың жазбасына назар салсақ, екі шеңбері бар дейді. Дәл солай, мінекей екі шеңбері бар, және бір сақина тәріздес секторы бар. Мінекей сақина тәріздес. Осын тура осылай айналдырып шыққан кезде бізде сақина пайда болады. Осылайынан жүргізейік. Осы кезде сызбадағыдай бізде сақина пайда болды, ал бұл бізде секторға ұқсайды. Дөңгелек шеңбер және мына аралық бізде негізгі аралық. Осы аралық бізде сектор тәріздес. Енді осыған сыртқы доғалар және ішкі доғалар деп аталады. Сыртқы доғасы дегеніміз ол мына үлкен табаны,
мына үлкен табаны. Ал ішкі кіші табаны дейді неке. Ішкі кіші табаны бұл бізде шеңбер, иә? Екі шеңбер. Ал мынау трапеция. Демек, біздің қиық конуста екі шеңбер және бір трапеция болады екен. Басы арқылы біз осы R пішінінде 3D форматында қиық конустың салайық. Бірінші міндетті түрде шеңбері салынады. Оны 250 мм-ға алдық. Дәл солай, қарама-қарсы беткейінде параллель жүргізу арқылы біз екінші табанын соғып аламыз. Осы бейне арқылы қарап тұрсақ, 300 қылып алып тура болсаң қарама-қарсы перпендикуляр ара қашықтығында. Төбесі жағынан қаралған кезінде осындай бейнені береді. Енді екінші табаны шеңбер соқтық. Оны 400 қылып алдық. Үлкен болады. Енді мына беткейдегі мына жерімен мына аралықты және мына аралықпен мына аралықты қосқан кезінде бізде қиық конустың өзі шығады екен. Қиық конус шықты. Қиық конусты жанынан айналдырып көргенде осындай бейне пайда болады екен. Енді қиық конустың жазбасы деген бар, иә? Осы қиық конусты біз ашып көрейікші. Ортасынан қиылды. Қиылған кезінде бізде осындай бейнесі пайда болды. Жаңа айттық қой, шеңбердің бір сегменті тәріздес дедік. Осылайша біздің қиық конустың жазбасы пайда болады екен. Енді формулаларына тоқталып кетейік. Бүйір бетінің ауданы дейді. S бүйір беті тең пи көбейтілген R қосылған кіші R. Жаңа айттық қой, бізде 2R болады, ол міндетті түрде болады. Бізде ана жақта R квадрат болған еді, немесе R болған еді. Ал бұл жақта R қосылған R болады. Үлкен табаны және кіші табаны болады. L оны өзіміз білетіндей жазбасы. Енді толық беті дейді. Толық бетінде пи көбейтілген, шақшаның ішінде R қосылған кіші R көбейтілген L. Және қосылған пи R квадрат, қосылған пи R квадрат кіші R. Үлкен R. Толық, табаны, астыңғы табаны. Немесе ішкі табаны. Енді жасаушысы. L туралы айтып тұр. Бұл H емес, бұл жасаушысы. Тең түбір асты R минус R квадрат. Енді тура осыны біз былай жазбасақ болады, иә? L квадрат тең шақшаның ішіне R минус R квадрат қосылған H квадрат. Бұл бізде Фивагор теоремасы арқылы шығады. Бұны қай жағдайда пайдаланамыз? Тік төртбұрышты үш бұрыш болған кезінде ғана. Бір бұрышы 90 градусты құрағанда. Енді есептер шығарайық. Жасаушысы 10 см және табан жазықтығымен 45 градус жасайтын қиық конусқа іштей сызылған шардың көлемін тап дейді. Демек, мынау біздің қиық конусымыз, осының ішіне шар салынған. Осындай шар салынған екен. Енді жасаушысы L дейді, мына жері 10 см. Табан жазықтығымен 45 градус жасайтын қиық конусқа іштей сызылған шардың көлемін тап дейді. Демек, мына аралықтан жүргізейік. Трапецияға ұқсап тұр, мына бейнеміз. Оны мына аралыққа дейін түсірейік. Енді мына жерін O1, мына жерді O деп алайық. Мына аймақпен сызылсын тағы. Бұл жері А, мына жері Д, мына жағын С, В, мына жерін Е деп алайық. Берілгені А, Д 10 см, яғни жасаушысы. Немесе ол С, В 10 см. Себебі бұл да жасаушыға жатады. Мына бұрышымыз 45 градус дейді. Бұрыш В тең 45 градус. Бізге шардың көлемін тап деген. В шар табуымыз керек. Шешуі. Енді қарап тұрсақ, O1 мен O бұл бізде биіктік. Дәл солай, С мен Е де биіктік. Демек, С, Е, В бұл бізде тік төртбұрыш 90 градусты құрайды. Ұмытпайық. С, Е тең болады, дәл солай В, Е тең болады. Енді Пифагор теоремасына саламыз.
Пифагор теоремасы боюнча СЕ квадрат косып ВЕ квадрат тең ВС квадрат. Енді осының орнына қойып шығамыз. Сонда 2СЕ квадрат тең ВС квадрат. Бізде ВС ұмытпасақ 10 сантиметрге тең. 2СЕ квадрат тең 10-ның квадраты. Демек, жауабы СЕ түбір астында 50 болады. Ал бұдан 25 көбейтілген 2, демек 5 түбір асты 2 болады. Яғни жалпы алғанда СЕ тең болады 2R-ға екен. R-ді мына бетке өткізіп аламыз. R тең СЕ бөлінген 2. Бізде СЕ 5 түбір асты 2 бөлінген 2. Көлемнің формуласына сай 4 бөлінген 3 көбейтілген пи көбейтілген жақшаның ішінде 5 түбір асты 2 бөлінген 2 көптаймыз тең 4 бөлінген 3 пи көбейтілген чек астында 6 үстінде 125 көбейтілген 2 түбір асты 2 болады екен. Яғни жалпы алған кезінде бөлшек астында 8 үстінде 125 бөлінген 2 пи болады екен. Жауабы Б тең 125 түбір асты 2 бөлінген 8 пиге. Демек, бүгінгі біздің сабағымызда қиық конустың және оның элементтерінің жазбасы мен беттерінің аудандарын табуды үйрендік. Ең бірінші есепте міндетті түрде сызбаны сызып, сосын барып берілгенін жазып, кейін шешуін табамыз. Яғни есепте біз егер сызбасыз табатын болсақ, қиынға соғады. Демек, конуста 2 радиус бар, оны шатастырмаймыз. Бұл мода әрқашан R қосылған кіші R бірге жүреді. Бұл тақырыпты емтиханда өте жиі кездеседі. Сол үшін көптеп шығарамыз. Формулаларды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.